Өмірде болған оқиға. Кейіпкерлердің есімдері өзгертілген. Айжан мен Нұрбол бір жерде жұмыс жасады. Саудамен айналысатын үлкен компанияның қоймасында. Тауар жіберіп, тауар қабылдайтын жер. Екеуі сол жұмыста танысты. Сымбатты, әдемі қыз. Айжан Нұрболға бірден ұнады. Екеуі танысып, сөйлесе бастағанымен, Айжанның тарапынан қызығушылық, симпатия болған жоқ. Соған қарамастан, Нұрбол барынша Айжанның көңілін аулауға тырысып жүрді. Бірақ екеуі телефонмен сөйлесіп жүргенде, Айжан Нұрболға «Маған жағдайы жақсы, көлігі, үйі бар жігіт қажет» деп айтқан болатын. Бұл сөздер Нұрболға құдды бір мотивациядай естілді. Айжанның көңілін қалай да болсын табуым қажет деп Нұрбол жалпақ тілмен айтқанда Айжанның артынан жүгіре бастады. Бастапқыда тәтті сыйлықтармен Рафаэлла, Мерси Айжанды қуантып жүрді. Ал Айжан Нұрболды қатты жақындатпағанымен сыйлықтарынан бас тартпады. Екеуі күніге жұмыста көріседі, сәлемдеседі, түскі ас ішеді. Дегенімен Нұрбол араларында бір тосқауыл бар екенін сезіп жүр. Яғни жай достықтан ары қарым-қатынастары аса алмай жүр. Жұмысындағы жалақысы көп болмаса да, Нұрболдың жинап жүрген ақшасы бар тұғын. Жұмысынан келіп, демалып жатқан Нұрбол ойлана бастады. Айжанға өлердей ғашық, күндіз түні ойлағаны Айжанның көңілін табу. Сырға жүзік алып берсем, мен оны таңғалдырамын, сосын оның маған қарым-қатынасы өзгереді, деген ойға келеді. Нұрбол Инстаграмға кіріп, зергерлік дүкендерді қарай бастады. Осылайша бір комплектке тоқталды. Бағасы 200 000, әдемі, қатты арзан емес. Айжанға ұнайтыны сөзсіз. Ертесіне Нұрбол сыйлығын жұмысына алып келді. Бірақ ол жақта Айжанға сыйлау ыңғайсыз. Жұмыстан кейін беремін деп шешті. Жұмыс аяқталғасын Нұрбол Айжанға үйіңе шығарып салайын, және тосын сыйым да бар, деп айтты. Айжан бірден келісті. Қыздың келіскені Нұрболда одан сайын үмітін күшейтті. Таксимен Айжанды үйіне алып келіп, Нұрбол сыйлығын ұсынды. Алтын сырға мен жүзік. Айжанға сыйлық ұнады. Нұрбол іштей, болды, енді ол менікі, деп үміттенгенімен, Айжан көп рахмет саған дегеннен басқа дым айтпады. Ал Нұрбол оны құшақтамақшы болғанда, Айжан оны итеріп, қарсылығын білдірді. Әңгімелері ұзаққа созылмай, Айжан Нұрболмен қоштасып, үйіне кірді. Барлығы жоспарлағандай болмағанымен, Нұрбол бұл жағдайды кішігірім жеңіс ретінде қабылдап, келесі қадамын жоспарлауға көшті. Кезекті жұмыс күні. Нұрбол жұмысқа шықпады, себебі демалыс күні еді. Ал Айжан жұмыста болды. Үзіліс уақытында Айжанның телефонына WhatsApp-тан Нұрболдан хат келді. Кешке жолығайықшы, маңызды әңгімем бар. Бұл жолы тағы не ойлап тапты екен бұл ақымақ, деп Айжан келісімін берді. Жұмыстан кейін сыртта Айжанды көлік күтіп тұрды. Көліктің ішінен Нұрбол түсті де Айжанды отырғызды. Біз қайда бара жатырмыз деген сұраққа Нұрбол әзірге құпия, жеткенде көресің, деп жауап берді. Айжан шаршап тұрғанымен Нұрболдың сөзіне қызығып кетті. Көп ұзамай такси екеуін керек мекен жайға алып келді. Уақыт кешкі 8, 5 қабатты тұрғын үй. Ішіне кірген соң көп ұзамай Айжан жалдамалы пәтерге бара жатқанын түсінді. Бірақ сонда да оны не күтіп тұрғаны қатты қызық болды. 3-ші қабатқа көтеріліп, Нұрбол екеуі бір пәтердің ішіне кірді. Айжанды диванға отырғызып, Нұрбол басқа бөлмеге кетіп қалды. Көп ұзамай Нұрбол қайтып келді. Қолдарында әйелдер сөмкесі және ұялы телефонның қорапшасы. Айжан, мынау саған менен сыйлық, деп сөмке мен қорапшаны берді. Іштей бір нәрсе сыйлайтынын білсе де, Айжан дәл мұндайға дайын болған жоқ. Жап-жаңа әдемі сөмке және су жаңа iPhone 13. Айжан қуанышын жасырған жоқ. Сосын Нұрбол оған, мен сені жақсы көрем, бәрін біліп тұрсың ғой. Бүгін екеуміз осы пәтерде қалайық деді. Оны естіген Айжан ашуланып бірден, маған бір нәрсе істейтін болсаң, сені соттап жіберемін деді. Нұрболдың көңіл күйі түсті. Бір жағынан айтқан әңгімесіне ұялып,
өзіне жыны келді. Десек те, олар сол пәтерде түнеді, бірақ бөлек бөлмелерде. Айжанның реніші басылар, менің қадамдарымды бағалаған шығар деген оймен Нұрбол үміттеніп жүре берді. Жұмыс үй, үй жұмыс дегендей. Бірақ көп ұзамай Айжан жұмыстан шығып кетті. Нұрбол оған таң қалды. Хабарласайын десе номері өшік, әлеуметтік желілерде қара тізімге тығып жіберген. Нұрболдың ішкі әлемінің тас талқаны шыққандай болды. Сонда Айжан оны пайдаланып кеткені ме? Жұмыстағы дос баласына болған жағдайды айтып берді. Сен қуасың ба? Сонда 200 мыңға алтын, 100 мыңға сөмке, 500 мыңға iPhone 13 алып бердің бе? Сен лох екенсің, брат. Нұрбол оны естіп, одан сайын көңіл күйі түсіп, басы салбырап қалды. Бір жағынан өзіне жыны келді, бір жағынан Айжанға. Одан қалса, сөмке мен iPhone-ның кредитін төлеу керек. Міне осындай оқиға достар, әдеттегідей лайк басып, арнама жазылып, қоңыраушаны мыжып кетіңіздер. Осындай форматтағы видеолар шығарып отырсам қалай? Комментарийде пікірлеріңізді күтемін.